Алматы облысы Көксу ауданы Жапсарбаев атындағы орта мектебінің шет тілі пәнінің мұғалімі Дүйсебаева Гүлназ Каденовна. Білім сапасын арттыруда озық технологияларды қолдану. Қашықтықтан оқытуда инновациялық технологияларды пайдалана отырып, сапалы білім беру оқушылардың мүмкіндіктерін кеңейту. Мен өзім ағылшын тілі сабағында оқушылардың оқу, тыңдау, сөйлеу, жазу дағдыларын кеңейту мақсатында түрлі инновациялық платформаларды қолданамын. Оның ішінде ең тиімді платформалардың бірі Flippity.net, Padlet, Live Worksheets деп ойлаймын. Осы платформаларды мен оқушылардың сөйлеу дағдыларын, жазылым дағдыларын және айтылым дағдыларын ұлғайту мақсатында қолданып жүрмін. Ең бірінші Flippity.net онлайн сервисін мен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін біз Google Chrome'ға кіреміз. Google Chrome'ға кіріп Flippity.net деп жазған кезде бізде осындай парақшалар шығады. Ең бірінші Flippity.net деген сайтты басамыз. Flippity.net сайтын басқан кезде бұл жерде бізде дайын онлайн сервистегі карточкалар берілген. Бұл карточкалар Excel форматта жасалады, иә? Енді бұл жерде мен өзім жиі қолданып жүрген Wild Scramble деген карточкамен қалай жұмыс жасау керек екендігін көрсетемін. Бұл Wild Scramble карточкасын мен жаңа тақырыпты ашу мақсатында және сөздерді қайталау кезінде қолданамын. Бұл Wild Scramble дегеніміз бұл шатасқан әріптер. Шатасқан әріптер арқылы оқушылар термин сөздерді немесе vocabulary, жаңа сөздерді таба алады. Бұл жерде template деген берілген, астыңғы жағында. Осы template, шаблон дегенді басамыз. Осы template'ті басқан кезде копия документа создать копию дейді. Создать копию деген тетікшені басамыз. Создать копию деген тетікшені басқан кезде Google форматтағы Excel тапсырмасы берілген. Бұл тапсырманың бізге қажеті жоқ, өйткені біз өзіміздің тақырыбымызға байланысты сөздерді жазуымыз керек. Мен Health and Habits тақырыбындағы сөздерді жазамын. Мысалы, stress, run, diet, vitamins, muscle. Яғни осындай сөздерді жазып, ең астына тақырыпты ашу үшін, мен жаңа тақырыпты ашуым керек. Ол үшін решетка арқылы тақырыптың атын жазамыз. Health and Habits. Осы сөздерді теріп болғаннан кейін жоғарыда файл деген беріледі. Файлды басамыз, опубликовать в интернете деген тетікшені басамыз. Осы жерде бізге жаңадан парақша ашылады. Опубликовать дейміз. Сізден сұрайды Google дискқа сақтайын ба дейді. Окей дейміз. Сол кезде бізге ссылка жібереді. Осы ссылканы копировать етіп жаңадан бет ашуымыз керек. Осы бетке вставить арқылы жаңағы сілтемені қоямыз. Осы сілтемені басамыз. Сілтемені басқан кезде бізге жаңадан парақша ашылады. Бұл жерде Wild Scramble, get the link here дейді. Мына жерде сілтемені алыңыз дейді. Осыны басамыз. Басқан кезде бізге жаңағы жасалған, онлайн сервисінде жасалған, құрастырған ойынымыздың ссылкасы беріледі. Осы ссылканы басамыз. Осы ссылканы басқан кезде мінекей сіздерде жаңағы жазған сөздерді шатастырып, сканворд құрастырып берді, иә?
міне мына жерде жоғары жақта кілттің суреті тұрады. Осыны кілтті басқан кезде біздің сөздеріміз пайда болып, жаңа тақырыбымызды ашып отыр. Health and Habits деген тақырып ашылып отыр. Яғни, жаңа тақырыпты ашқан кезде, немесе сөздерді қайталаған кезде, осылай ойындарды құрастырып, мен оқушыларға жіберіп, жаңағы ссылканы көшіру арқылы WhatsApp желісіне оқушыларға жіберіп отырамын. Міне осының оқушылар орындап, өз нәтижелерін маған скриншот жасап жіберіп отырады. Бұл флиппити өте қызықты, түрлі ойындар құрастыруға болады деп ойлаймын. Келесі, сонымен қатар, Live Worksheets интерактивті онлайн платформасын қолданамын. Live Worksheets тегін платформа, ол жерде сәйкестендіру, дұрысын табу, орнына қою, аудио, видео жазу, сөйлеу сияқты тапсырмаларды жасауға болады. Бұл өте пайдалы және қызық платформаның бірі деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде біз оқушылардың тыңдалым, айтылым, жазылым және оқылым дағдыларын толығымен дамыта аламыз. Осы Live Worksheets'ті Google аккаунт арқылы тіркелгенмін. Ол жерде мені түрлі видеолар және тапсырмаларды өзімнің парақшама енгізіп, оқушыларға ссылкасын жіберу арқылы оқушылардың білімдерін тексеріп отырмын. Мінекей, мына жерде мен грамматикалық тапсырма құрастырып, 7-ші сыныптарға және бастауыш сыныптарға жіберіп отырамын. Олар маған өз нәтижелерін скриншот арқылы жібереді. WhatsApp желісі арқылы жібереді. Бұның ең жақсысы, бұл жерде автоматты түрде результаты көрсетіп отырады 10 балдық жүйеде. Келесі, Padlet платформасы өте тиімді. Бұл кері байланыс жасау кезінде қолданса болады бұл Padlet платформасын. Бұл платформаға тоже Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Бұл жерде сонымен қатар Play Market'те көшіріп алуға да болады бұл платформаны. Яғни бұл платформада өзіңіз тапсырма құрастырасыз, түрлі тапсырмалар құрастыруға болады. Сәйкестендіру, ерекшелігін табу деген тапсырмаларды құрастырып, оқушыларға ссылкасын жібересіз. Оқушылар сізге ссылкасын басу арқылы, яғни оқушылармен бірге сол онлайн форматта жұмыс жасай беруге болады. Менің ойымша, ағылшын тілінде осы инновациялық технологиялар өте пайдалы және тиімді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.